Баршаларыңызға қайырлы күн. Бүгін мен «Кемел адам» кітабынан қажылық сауат бөлімінен үзіндіні оқитын боламын. Қазіргі кездегі ең актуальны тақырыптардың бірі болғандықтан кітапта не жазылғанын бірге тыңдай кетейік. Ендеше видео басталмастан бұрын менің каналыма тіркеліп, видеоға лайк басып, видеоны соңына дейін қарап, өз ойыңызды комментарийға жаза кетіңіз. Ендеше бастайық. Қажылық сауат. Ақша табу үлкен еңбек, оны сақтай білу кемеңгерлік, ал тапқаныңды орнымен жұмсау өнер. Адам баласы ақшаны тапқанымен оны қалай жұмсаудың жөн-жосығын біле бермейді. Қызметкер айлығын, кәсіпкер табысын, студент шәкіртақысын дұрыс жұмсауды білмесе, өз еркімен кедейлікке қадам жасайды деген сөз. Қажылық сауатсыз адам қаржы үнемдеудің өзегі өзіне не қажет екенін білу. Жомарттық пен дарақылықтың ара жігін ажырата алу деген сияқты мәселеде көп ойлана қоймайды. Сондықтан қажылық сауат дегеніміз адам өмірінен маңызды орын алар тақырыптың бірі. Кітаптың бұл бөлімінде мұсылман баласының байлық пен дүниеге қатысты ұстанымдары, сондай-ақ қажылық сауат жайлы кейбір қажетті мәліметтерді айтамыз. Байлық пен кедейлік. Қаршыға әлсіз болса қаза алмайды, ер жігіт малсыз құлаш жаза алмайды. Бұл дүние жұртты алдайтын бейне базар, әр адам өз әлінше базарлайды. Ақша мен дүние мүлікке қатысты санамызда орнығып, танымымызда қалыптасқан көзқарасқа орай оған деген қарым-қатынасымыз бен әрекетімізде әртүрлі болады. Ақша дүние боқ, ақша адамды бұзады. Бай болсам, бала-шағамның психологиясы бұзылады, тіпті наркоман болып кетуі мүмкін. Ақшаны адал жолмен табу мүмкін емес. Осы халімізге шүкір, ақыретте есебіміз жеңіл болады. Бай болсаң, адал досың болмайды. Жиған дүниеңді өзіңмен бірге алып кетпейсің. Ақшаң қаншалықты көп болса, проблемаң да соншалықты көп болады. Ақшаның артына түссем, мен де бай болар едім. Бай болсам, рухани қуатым әлсіреп, Құдайдан алыстап кетемін. Тыраштанып қажеті жоқ, Құдайдың өлшеп бергенінен артық таппайсың. Тағысын тағы. Міне, осы секілді ақшаға, байлыққа байланысты бір жақты пікір мен санасын кедейлік психологиясы торлап алған адам сөзсіз жоқшылыққа тап болуы табиғи құбылыс. Әсіресе кеңес үкіметінің байды жексұрын, кедейді жағымды етіп көрсету үгіт-насихаты кейбір адамдардың әлі күнге түп санасынан өшкен жоқ. Сондай-ақ дүниені толықтай тәрк етіп, аскетизм шақырған бір жақты діни уағыздар да байлыққа қатысты қоғамда қате пікір қалыптастырғаны анық. Санадағы мұндай жағымсыз пікір адамды кері тартады. Алдына ақшаға қатысты үлкен мақсат қоюына, басқаша ойлануына, ізденіп еңбектенуіне кедергі келтіреді. Бойдағы қабілет қарымына тұсау салып, ішкі ресурстарының толық ашылуына мүмкіндік бермейді. Сөйте тұра, мұндай пікірдегі адамдар көбінесе байлыққа сырттай қызығып, іштей тамсанумен өмірі өтеді. Өйткені бұндай көзқарас адамның мына дүниедегі материалдық қажеттілігіне кереғар болғандықтан шындыққа жанасы бермейді. Адамның көбі қанағат, шүкір секілді құндылықтарды орынсыз қолданып, онымен өзінің жалқаулығын жабуға, білімсіздігін ақтауға, ішкі мазасыздығын тіпті қызығу мен қызғанышын жұбатуға тырысады. Ал керісінше, мол ақша мен дүниеде үлкен мақсаттарды орындауға қажет. Балаларымыздың сапалы білім алуына жағдай жасайсыз. Байлық арқылы мұқтаж жандарға көмектесу мүмкіндігіне ие боласыз. Дәулет жиып, оны Алла жолында жұмсау сауапты құлшылық түрі. Материалдық жағдайың жақсы болса, шығармашылықпен алаңсыз айналысуға мүмкіндік бар. Көп ақшаң болса, ел кезіп, жер көресің, көкжиегің кеңейеді, өзіңе деген сенімің артады, ел ісіне араласасың, тағы да басқа. Осы секілді байлыққа қатысты санасында жағымды пікір қалыптасқан адамдардың арман мақсаты да асқақ болады.
сол мақсатына жету үшін көп еңбектеніп тер төгеді. Құранның 80-нен аса жерінде намаз құлшылығымен қатар зекет беруді бұйырған аяттар бар. Демек, намаз қандай ұлы ғибадат болса, зекет те сондай маңызды құлшылық. Ал зекет беру мүмкіншілігіне ие болу үшін кісі дәулетті болуы тиіс. Адам жан мен тәннен жаралған, жанымыздың қажеттілігін намаз, ораза секілді құлшылықтармен қанағаттандырамыз. Ал тәнімізді ше? Өйткені тәніміздің де өзіндік қажеттілігі бар. Тән материалға тікелей тәуелді болғандықтан, оның азығы да материалды дүние болмақ. Ал адамның осы қажеттігі өтеуі, оны дұрыс әрі адал аспен қамтамасыз етуі аса сауапты іс. Құранның көптеген аятында дүниесін игі жолда жұмсағандардың дәрежесі жайлы, садақа берудің сауаптылығы турасында қайта-қайта айтылған. Мысалы, Бақара сүресінде мал-мүлкін Алла жолында сарп еткендердің мысалы 7 бірдей масақ шығарған, әрі масағында 100 дәні бар дәнек секілді Алла қалаған пендесіне сауабын еселеп береді. Алла өте кең, сондай жомарт, барлық нәрсенің жай-күйін өте маңызды білетін шексіз ілім иесі десе, басқа бір аятта дүние мүлкін түн демей, күн демей, жасырын һәм жария түрде игі жолда жұмсайтындардың Раббылары дәргейінде алатын ерекше сауабы, сыйы бар. Олар үшін әсіресе ақиретте ешбір қорқыныш жоқ һәм олар онда әсте мұңаймайды делінген. Пайғамбарымыздың өзі берген қол алған қолдан қайырлы. Қуатты мұсылман әлсіз мұсылманнан әлдеқайда қайырлы деу арқылы әрдайым берген қол болуға, қайырымды мұсылман деңгейіне көтерілуге шақырған. Сондай-ақ Алла елшісі күпірліктен әрі кедейліктен Аллаға сыйынамын деп дұға жасаған. Адам бол, мал тап. Абай хакімнің адам бол, мал тап деген сөзінің мәні тереңде. Адамдық қасиетке ие болмай тұрып, байлыққа иелік ету соншалық опа бермейді. Өйткені адам баласы өзінің жаратылыстағы миссиясын терең түсінбесе, ол іштегі эгосын уақытша қанағаттандыру үшін өмір сүреді. Яғни нәпсінің қалауын тояттандыруға тырысады. Өзгелерден үстем болу, басқалардың назарын өзіне аудару сияқты жалған көріністерге ұмтылғыш келеді. Жұртқа өзін мойындатсам дейді. Ең ірі байдың бірімін, тым мықтымын, тағысын тағы. Жалған мақсат үшін күндіз-түні тер төгеді. Мұндай кезде оның ішкі эгосы құдайына айналады. Сөйтіп ол өзінің бар әрекетін ішіндегі эго құдайын қанағаттандыруға жұмсайды. Рухани тұрғыдан кемелдене алмаған жандардың қабілет-қарымы жетілген сайын іштегі мені қоса семіріп, тәкаппарлығы қатар өсіп отырады. Олар көбінесе байлықты немесе атақ-мансапты өмірінің ұлы мұратына айналдырып алғандықтан, діттеген мақсатына қол жеткізген кезде тәкаппарлыққа бой алдырып жатады. Үнемі басқалардан мақтану, мадақ дәметеді. Жасаған жақсылығын міндетсіне бастайды. Ал керісінше жиған дүниесінен немесе атақ-мансабынан айырылып қалса, көңілі құлазып, күйзеліске ұшырайды. Өйткені өмірдің мәні деп түсінген ақша, байлық, атақ-мансаптан айырылған адам басқаша әрекет етуі әсте мүмкін емес. Тарихта байлығынан айырылған ірі кәсіпкерлер өзіне қол салған оқиғалар жетіп артылады. Мысалы, Еуропадағы ірі байлардың санатына жататын германиялық миллиардер Альфред Меркель қаржылық дағдарыс уақытында 500 миллионнан аса еуро жоғалтқанын білген сәтте өзіне қол жұмсап, жарық дүниемен қоштасып кете барды. Сол сияқты Ұлыбританияның мультимиллионері Оливан Адверсис компаниясының иесі Кирк Стивенсон компаниясы 1,8 миллиард доллардан бар болғаны 1,5 миллиард долларға құлдырағаны үшін пойыздың астына түсіп
қаза тапқан. Дәулет жинап бай болу аса терең мәнге ие құбылыс. Мысалы, адам баласына пайдалы кәсіп ашып, халықты жұмыспен қамтып, олардың отбасын асырауларына жағдай жасаймын. Жастарды оқу-тоқуға ынталандырамын һәм жан-жақты жетілуіне жағдай туғызып, жақсы азамат болып қалыптасуына көмектесемін деген секілді. Яғни, Алла тағала адамға байлықты жеке басы баю үшін емес, жер бетін көркейтсін, жақсылық пен қайырымдылық жасасын деп береді. Егер осы үкімді орындасам, Абай атамыз айтқандай, Алланың сүйікті құлы боласыз. Осы ұлы мақсат жолында жұмсаған дүниең, күш-қайратың, сарп еткен уақыттың бәрі сауапты іске айналып шыға келеді. Осындағы ұлы мақсат, биік мұратты толық түсінген жағдайда байлықтың мәні ашылады. Олай болмағанда тек нәпсі тояттандыру үшін ғана ат оздырған, дүние жиған пасық байдың бірі боласыз. Әйтеке бидің батыр боп жауға найзаң тимесе, батырлықтан не пайда? Бай болып халқыңа пайдаң тимесе, байлығынан не пайда дегені де осы. Шәкәрім Құдайбердіұлы малды жан мен ар үшін жию керектігін алға тартады. Мақтан үшін мал жима, жан үшін жи. Қазаққа көз сүзбестің қам үшін жи. Арың сатпа, терің сат, адалды ізде, ғибадат пен адалдық ар үшін жи. Демек, байлыққа қол жеткізу адамның мына дүниедегі негізгі миссиясы бола алмайды. Байлық бар болғаны ұлы мақсат, биік мұратқа жетудің құралы ғана. Мысалы, атақты имам әрі бай саудагер Әбу Ханифаға өзінің сауда керуені жолда тоналып, дүние мүлкі түгелдей жоғалды деген хабар жеткен кезде, ол сәл ойланып тұрып, Аллаға шүкір дейді. Кейін ол кісіге керуеніңіз аман есен, басы бүтін екен, манағы хабар жаңсақ болды деген сүйінші жеткен сәтте де сәл кідіріп, Аллаға шүкір деп үн қатады. Мұны байқап отырғандар керуеніңіз жоғалғанда да қайта табылды деген хабар естіген кезде де Аллаға шүкір дедіңіз. Мұның мәнісі қалай деп сұрайды. Әбу Ханифа болса, екі жағдайда да жүрегімді тыңдадым, жоғалды деп қайғырмадым, табылды деп шаттанбадым, соған шүкір еттім деген екен. Осы оқиғаны естіген, сүйсінген бір ақын былай деп толғапты. Мақсатым ұзақ, алдымда теңіз, кетпейме ұзап, талпынбай жүрсеңіз, мәжбүрмін оған, теңізбен өтем, дайын ба, кәне бүтін кемеңіз. Әркімге қызық толқынның үні, жан біткен суда, қолында жүгі, арманың алыс, адыра қалар, кеменің мінген тесілсе түбі. Дүние теңіз, жүрек бір кеме, болмаса сабақ айтайын неге, астарын ұғын, ақылға жүгін, жоқ барды жырлап, нені айттың деме, десе дегендей, дүние бейне бір теңіз іспетті. Егер адамның ниеті асыл мұрат пен биік мақсатқа құрылмаса, жарты жолда кемесі тесіледі. Тесілген кеме суға батып, жағаға жете алмайтыны сияқты, ішіне дүние толған жүрек биік мақсатқа жете алмайды. Ұлы мақсатқа жету үшін жүрек кемеңізге дүние суы кірмеуі шарт. Қол мүлікте, көңіл мәлікте бар, мүліктің иесі Аллада, негізгі иесі Аллада болуы маңызды. Бұлай болмаған жағдайда адам баласы тұғырынан тайып, таттана бастайды. Адамның таттануы түрлі қасіреттер мен зұлымдықтарға жол ашады. Бұл жайында түрік ойшылы, әлеуметтанушы ғалым Жемил Мерич адам сүю үшін, ал дүние мүлік қолдану үшін жаратылған. Әлемдегі бүгінгі хаос керісінше дүние мүлікті сүйіп, адамды елемеуден туындап жатыр деген екен. Олай болса, өмірдегі мақсатымыз, армандаған жетістіктеріміз ұлы мұрат пен биік мақсат аясында қарастырылса ғана биік аңсарға айналады. Сонда сен адами қарызыңды өтейсің, Алланың сүйікті құлы боласың.
Олай болса, қадірлі оқырман, байлық сені емес, сен байлықты басқар, дүние саған қызмет етсін. Осымен бүгінгі видео аяқталды. Алайда бұл қаржылық сауат бөлімінің толығы емес, екінші бөлім шығарылатын болады. Сондықтан менің каналымды жоғалтып алмас үшін каналыма тіркеліп, видеоға лайк басып, өз ой-пікіріңізді видеоның астындағы комментарийға жаза кетіңіз. Соңына дейін тыңдағандарыңыз үшін рахмет.